Сәлем достар, сіздерге бүгін тағы бір шикеліктің жасалу жолын үйретейін. Осындай алтын түсті металдан жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге құралдары қажет. Осындай плоскогубцы мен круглогубцы қолданамыз. Одан кейін біздің соединительный кольцеміз. Біздің фурнитурамызға түстес, яғни күміс түсті металл болса, күміс түсінен, алтын түсті металл болса, алтын түсінен аласыздар. Одан кейін осындай цепіміз. Ортаңғы бөлігіне осындай бір металлды алған болатынмын. Сіздер басқа түрін алсаңыздар болады. Одан кейін екі жанына, осындай екі жағында тағатыны бар металлды алдым. Бір-біріне ұқсас болғаны маңызды, өйткені шикеліктің әдемі болуына көп септігін тигізеді. Одан кейін төменгі бөлігіне осындай капляларды алған болатынмын. Ал жоғарғы бөлігіне осындай кішкентай металл екі жағынан да таға беруге болады. Бұның үлкен түрі және кішкентай түрі болады. Мен кішкентай түрін алған болатынмын. Одан кейін шетіне осындай кішкентай кулончикпен карабинімізді қолданамыз. Ең алдымен алдыңғы шикелікте көрсеткенімдей, ең бірінші шикелігіміз қалай тұрады, соны барлығын өзіміз қалағандай етіп қойып аламыз. Мен бұл жерде ортаңғы бөлігіне осындай металлды қойып, жанына 8-8-ден осындай кішкентай металлымды тұрғызып қойған болатынмын. Негізі шикелік жасау өте оңай. Соединительный кольцаларды, цеп және карабин мен кішкентай кулончикті алып қойсаңыздар, қалған металлдарды шикелігіңізге байланысты үйлестіріп алатын боламыз. Примерно менің шикелігім осындай болады. Енді барлығын соединительный кольцамен біріктіретін боламыз. Төменгі бөлігіне біз екі соединительный кольца қолданамыз. Себебі біздің төмендегі металлымыздың жоғарғы бөлігіндегі тесігі жанына қарап тұр. Егер ол жоғарыға қарап тұратын болса, бір соединительный кольца қолдануға болады. Мен осындай түрін алғандықтан екі соединительный кольцамен жалғайтын боламын. Енді барлығының ортасын соединительный кольцамен біріктіретін боламыз осылай. Шикелікті жасау барысында ортасына бір соединительный кольцамен таққан едім. Менде осылай айналып кетіп өз формасын ұстап тұра алмады. Сондықтан осындай етіп екі жерінен соединительный кольцамен біріктірген болатынмын. Қазір сіздерге соның қалай тағылу жолын көрсетемін. Ең алдымен соединительный кольцамызды осылай плоскогубцамен ашып алатын боламыз. Бір қолымызбен бір жағынан тартсаңыз осылай ашыла қалады. Енді осы екі фурнитурамыздың жапырақшаларын бір-біріне қосатын боламыз. Міне төменгі жапырақшасын біріктірген едім. Одан кейін ортаңғы бөлігіндегі соединительный кольцамызды алып, жоғарғы жапырақшасына соны тағатын боламыз. Сол кезде бізде екі ортада екі соединительный кольцамен бірігетін болады. Осылай барлығының ортасына қайталаймыз. Енді мына ортаңғы бөліктегі гүлгеде мен жоғарғы бөлігіне тақ қойған едім. Соны жапырақшасына ауыстыратын боламыз. Ол да бізде де кішкене әдемілік бермей тұр. Сондықтан мен сол жапырақшасына осылай етіп ауыстырдым. Ал шет жағындағы бұйымды да соединительный кольцамен ортасынан біріктірген едім. Одан кейін ары қарай цепті қалай жалғағанымды сіздерге сол ең басында міне осылай бір соединительный кольцамен түсірген видеомен көрсете берейін. Енді екі шетіне осындай цепті қолданамыз. Қандай көлемде керек, ең бірінші бастарыңызға өлшеп аласыздар. Сосын сол бойдан осылай қиып аламыз. Қию үшін осындай қысқашты қолдансаңыздар болады, немесе плоскогубцамен жайлап біреуін ашып босатып алуға да болады. Мінекей екі жағына екі цепті қиып алдық. Енді бір жағына карабинімізді, ал бір жағына кулонымызды орналастырамыз соединительный кольцамызбен. Ал цепіміздің өзін тағы да соединительный кольцамызбен шикелігімізге біріктіреміз. Осылайша тағы бір ерекше шикелігіміз дайын болды. Алтын түсте жасаған болатынбыз. Басқа да менің шикелік видеоларымды қарап, басқа түрлерін үйренсеңіздер болады. Видеом сіздерге ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен мен Аяулым Арысқызы. Алған білімдеріңіз қайырлы болсын.